Сәлеметсіз бе, менің есімім Гүлзат. Мен сіздерге бүгін Sunway компаниясының S1 маркалы ультра дыбыстық фонофорез аппаратымен іш массажын қалай жасау керек екенін көрсететін боламын. Біріншіден, іш массажын жасау үшін имбир қосылған майымыз керек болады. Біріншіден, кіндікке тамызып аламыз. Және де ішімізге жағып аламыз да, қолымызбен массаж жасаймыз. Бірінші аппараттың алдында қолмен массаж жасаймыз, қыздыру мақсатында. Қол массажынан кейін аппаратты қосамыз. Майды толық жағып алғаннан кейін аппаратпен жұмыс жасаймыз. Бірінші линия асқазаннан екелі төмен түсеміз да, кіндікті баспай, айналып өтіп төменге қарай жүреміз. Бұл бірінші линия үшке бөлінеді, екіншісі кіндіктің арғы жағынан, үшіншісі шетінен. Екінші линия спираль, яғни кіндіктің жан жағынан айналдыра отырып, спиралімізді үлкейте отырып жасаймыз. Бұл линияларды да 1-ден 8-ге дейін жасай беруге болады. Үшінші линиямыз солнышко, яғни барлығын кіндікке қарай жинаймыз. Төртінші линиямыз улыбка деп аталады. Әр линиямызды 8-ден 10-ға дейін қайталауға болады. Және де коррекция фигур жасау үшін ішті жинаймыз. Міне, барлығын жоғары қарай жинаймыз. Бұл антицеллюлитный массаждың орнын алмастырылады. Маймен массаж жасағаннан кейін шлак токсиндерді сүртіп аламыз, артынша құрғақ салфеткамен сүртіп аламыз. Шлак токсиндерден насадкамызды да тазалап сүртіп аламыз. Sunway компаниясының бұрыш қосылған кремімен іш массажын жасаймыз. Кремді ішке толық жағып аламыз. Маймен жасаған линиялардың барлығын креммен жасаймыз. Екінші линиямыз спираль-образный. Кішкентай спиральдан үлкейтіп отырып шығарып жібереміз. Үшінші линиямыз солнышко. Барлығын кіндікке қарай жинаймыз. Үшінші линиямыз улыбка. Яғни әр линияны 8-ден 10-ға дейін қайталасаңыз болады. Және қай жерде спазм көп, сол жерде ұзағырақ жұмыс жасасаңыздар болады. Қайтадан шлак токсиндерді кремнен кейін жинап аламыз. Ендігі процедура бізде ащы бұрыштан жасалған креммен жасалады, иглотерапия. Кремді жағып алғаннан кейін жинап аламыз насадкаға, екелі асқазаннан төмен. Бір жерге 20 секундқа дейін күтеміз. Яғни клиентіміз біздің қолмен белгі беру керек. Иглотерапиядан кейінгі қалған кремімізді барлық ішіне жағып жібереміз, сіңіріп, содан кейін пленкамен орап тастаймыз. Пленкамен 2 сағат жүреді, 2 сағаттан кейін алып тастайды, сухой салфеткамен сүртіп, және де 6 сағатқа дейін шомылуға болмайды. Және де клиентімізге массаждан кейін ыстық су ұсынғанымыз жөн болады. Процедураның соңында біз ішті пленкамен орап тастаймыз.